Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 2-ші сыныпта қазақ тілі пәнінен дара және күрделі сын есім тақырыбын өтеміз. Сабақтың мақсаты дара және күрделі сын есімдерді анықтау, мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау. Біздің айналамызда заттар өте көп. Ол заттардың әрқайсысының атауы бар екенін білеміз. Сол заттардың алуан түрлі белгілері болады. Заттың қандай белгілері болатынын төмендегі мына кестеге назар аударыңдар. Кез келген заттың салмағын, түсін, көлемін, көрінісін және сапасын анықтаймыз. Мысалы, салмағы ауыр, жеңіл, түсі ақ, көк, қызыл, көлемі үлкен, кіші, аласа, көрінісі әдемі, лас, жалпақ, сапасы қатты, жақсы, мықты. Заттың сынын, түр-түсін, сапасын, көлемін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есім қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Сын есім дара және күрделі болады. Дара сын есім бір сөзден тұрады. Мысалы, қызыл, әдемі, сұйық, бозғылт, ақшыл. Күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден тұрады. Мысалы, қызыл, ала, қара сұр, ұзын бойлы. Күрделі сын есімнің құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады. Қосарлану арқылы жасалған сын есімдер де күрделі сын есімдерге жатады. Мысалы, қоп-қоңыр, тып-тыныш, үлкен, кіші, балалы, шағалы. Ендеше балалар, бүгінгі тақырыпқа байланысты жаттығуларды орындаймыз. 4-ші жаттығу: өлеңді көшіріп жаз. Батыр болам, көк аспанды сүйемін, жұлдыздарға барып келіп жүремін. Тапсырма: өлеңді көшіріп жаз, сын есімді тап. Дескрипторы: өлеңді көшіріп жазады, сын есімді табады. 5-ші жаттығуға назар аударамыз. Ребусты шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құра. Дескрипторы: ребусты шешеді, шешуіндегі сөздерді қатыстырып сөйлем құрайды. 7-ші жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Әділдің арманы. Әділ терең ой құшағында отыр. Оның бар арманы өскенде ұшқыш болу. Бірде құс болып ұшып кеткісі келеді. Енді бірде шіркін, мен де темір құстың моторын өзіме бағындырсам деп ойлайды. Ол үшін дейді апайы, сабақты жақсы оқу керек және спортпен шынығу міндетті шарт. Әділге бәрінен де қиын тигені сабақ оқу. Сабағын оқиын десе, қызықты ойынды кім ойнамақ? Тапсырма: мәтінді әрі қарай өзің жалғастырып көр. Мәтіннен сын есімдерді тап, дара күрделі екенін ажырат. Дескриптор: мәтінді өзі жалғастырып көреді, мәтіннен сын есімдерді табады, дара және күрделі екенін ажыратады. 8-ші жаттығу: өлеңді көшіріп жаз. Нөсер жауып басылды, күннің көзі ашылды, қызыл-жасыл киімді кемпір қосақ иілді. Тапсырма: 1. сын есімнің астынсыз, олардың дара, күрделі екенін жаз. 2. тапсырма: қарамен берілген сөздің түбірі мен қосымшасын ажырат. Дескриптор: сын есімдердің астын сызады, олардың дара, күрделі екенін белгілеп жазады. Қарамен берілген сөздің түбірі мен қосымшасын ажыратады. 10-ші жаттығу: суреттегі артық затты тауып, өз ойыңды түсіндір. Дескриптор: суреттегі артық затты тауып, өз ойын түсіндіреді. Сабағымызды қорытындылай келе үйге тапсырма беріледі. Мына кестеге назар аударып оқып шығамыз. 1. бағандағы тапсырма: көршінің қызыл сиыры өрістен келмей қалды. 2. сөйлем: бәйгеден боз ат бірінші келді. 3. сөйлем: үйге кіргенде төрде отырған сақалды кісіні көрдім. 2. бағандағы 1. сөйлем: көршінің қызыл ала сиыры өрістен келмей қалды. 2. сөйлем: бәйгеден ақ боз ат келді. 3. сөйлем: үйге кіргенде төрде отырған шоқша сақалды кісіні көрдім. Тапсырма: 1. 2 бағандағы сөйлемдерді оқы. 2. тапсырма: сын есімдерді тауып салыстыр. 3. тапсырма: олардың қандай айырмашылықтары бар екенін анықтаңдар. Бүгінгі тақырыпқа берілген ережені қайталаймыз, есте сақтаймыз және де үйге берілген тапсырманы мұқият орындаймыз. Сау болыңыздар.